Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және бүлдіршіндер. Бүгінгі Смарт қала ақылды бала байқауына қош келдіңіздер. Бүгінгі байқауға 2 топ қатысатын болады. Байқау 3 кезеңнен тұрады. Сәлеметсіздер ме? Бәйтерек тобындағы Жалғас Әдилияның әкесімін. Атым Айдарбек Жамбыл Жалғасұлы. Біздің тобымыз Смарт қала! Сәлеметсіздер ме? Есімім Нұрлан. Бүгінгі біздің қарындас тобын Ілеспай Зеренің әкесі болам. Бүгінгі біздің топтың атауы балалар Ал ендеше екінші кезеңге кезек береміз. Екінші кезеңде әр топ өз жұмысын бастайды. Ендеше барша топқа сәттілік тілейміз. Рахмет! Балалар, бүгін сіздер не құрастырдыңыз? Маған айтып бересіздер ме? Біздің ауылдың саябағында балдар жақсы көретін айналатыны бар. Екінші, басқа түрі айналатыны бар. Жақсы. Қане тағы да? Бізде көпіршік бар. Қалай жасайды екен, көрсетесің бе? Мен өскенде ауылымыздың саябағын көрсететін боламын. Қандай күшті. Балалар, өте керемет саябақ жасадыңыздар. Енді мен келесі топқа келемін. Балалар, бүгін сіздер не құрастырдыңыз? Көп қабатты үй. Және де біздер қалашығымызда күн сәулесіне энергия алатын желдету диірменін істедік. Қауіпсіз жол ережесін сақтау үшін жолымызға біздер бағдаршам жасадық. Енді осы жасаған құралдарыңызбен сіздер ойын алаңға барып бір көрсетсеңіздер. Кәнекей балалар. Екі топтың жұмыстары өте жақсы көрсеттіңіздер. Сіздердің қолдарыңыздан бәрі келеді. Сіз біздің болашағымыз. Ендеше балалар, бүгін сіздер байқауда не түсіндіңіздер? Мен байқауда түсінгенде, ертең мен өскен кезде балалардың ойын алаңын салып беретін боламын. Өте жақсы, жарайсың. Ал сіздер? Жарайсың, Арсен. Сен де өзің өскенде өз үлесіңді қосатын боласың. Рахмет балалар.